Қайырлы кеш, қымбатты достар. Сіздермен бірге Кітаптар әлемі жобасы. Мен Салтанат Әбдіғали. Кешіміз көңілді болсын. Бүгін сіздерге жағымды жаңалық жеткізгім келіп отыр. Қарашаның 21 күні біздің Кітаптар әлемінің жобамыздың жұмыс жасап келе жатқанына 3 жыл толады. Осы мерекеге орай біз 22 қараша күні, сәрсенбі күні тікелей эфирге шығып, өзіміз насихаттап жүрген кітаптардан, ақындардың өлеңдерінен жұмбақ жасырып ойын ойнатамыз. Біздің жобаның демеушісі Бақыт Жұмабек ағамыз, ақтаулық кәсіпкер. Сол кісінің атынан сіздерге сыйлықтар сыйлаймыз. Және де достар, біз жұмыстарымыздың барлығын кітапқұмарлар тобында WhatsApp желісі арқылы жүргіземіз. Әрине, Facebook парақшада, Instagramда, Telegramда біз көп жариялай бермейміз. Сондықтан сіздерді кітапсүйер жандар, кітапсүйер қауым жиналған осы топқа қосылуға шақырамын сіздерді. Ол үшін төменде мен пікірге міндетті түрде WhatsApp нөмірімді қалдырамын. Маған хабарласып, хат жазыңыздар. Және Telegram желісінде біз сөз маржан және балаларға базарлық атты 2 топ аштық. Ақылы топтар. Ол топтарға тіркелу құны тым қымбат емес, бір кәмпиттің бағасы. Солай сіздер қосылып, өмір бойы өздеріңізге рухани азық аласыздар. Жан дүниеңізді байытатын. Сөз маржан тобында ғибратты әңгімелер жарияланып тұрады. Балаларға базарлық тобында балаларға арналған шығармалар. Және әр сенбі сайын ертегі оқимыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мерекелік эфирде жақсылықпен жүздескенше.